Болмысы нәзік, күші болаттай мықты өндіріс орындарында аянбай еңбек етіп, ел экономикасына өлшеусіз үлес қосып жүрген мыңдаған қыз-келіншекті осылай сипаттауға болады. Тәуелсіздік ұрпақтары жобасы аясында түсірілген сюжеттер топтамасының бүгінгі саны осындай жігерлі металлург аруға арналмақ. Кристина Герберс-Гаген нағыз ерлер жұмыс істейтін ұсталар цехында тер төгеді. Айзада Оразхан қызы жалғастырады. 2,4. Вот здесь Гойка. Аяулы жар екі баланың анасы Кристина Герберс-Гаген жұмыста жігіттерге дес бермейді. Қазақмыс корпорациясына қарасты құю механикалық зауытта еңбек етіп жүрген 18 жылда ол шындалды, ширады, мінез қалыптастырды. Зацепило то, что, в общем, общение с людьми. Жұмысым өте ұнайды, адамдармен қарым-қатынас құрайсың. Мұндағы жұмыскерлер ашық, еңбекқор, өте мейірімді, ішің пыспайды. Жауапкершілігім көп, әр бөлшектің сапасын, санын қадағалаймын. Еңбек кітапшамда бірақ жұмыс орны көрсетілген. Кезінде металлургия саласын таңдағаныма еш өкінбеймін. Кристина Герберс-Гагенге өндірістегі құрылғылардың аса құнды бөлшектері, механизмі сеніп тапсырылған. Жұмыс барысын ұйымдастыруға да жауапты. Себебі ұқыпты ізденімпаз жұмыстан еш жалтарылмайды дейді үзеңгілес достары. Металлург ару зауытта ғана белсенді емес. Қазақмыс корпорациясы жастар одағына мүше. Үстел теннисінен бірнеше дүркін жеңімпаз. Жезқазған қаласының құрама командасын талай мәрте алға жетелеген. Спорттан осал емес екеніне түсірілім барысында біз де көз жеткіздік. Қанша тырысқанымен қарсыласым менен мықты. Өндірістегі ауыр жұмысы, спорттағы белсенділігі, жалпы Кристинаның көшбасшылық болмысы оны бұл жолда жеңіске жетеледі. Жеңілді мойындаймын десе де, тағы бір беткестар тәуелсіздік ұрпағымен танысқаныма қуаныштымын. Айзада Оразхан қызы, Нұрбол Әментұлы, Сарыарқа жаңалықтары, Жезқазған қаласынан.